Барлықтарыңызға сәлем. Осы лекцияда біз бета-лактамды антибиотиктер жайлы айтатын боламыз. Бұл қысқа және қорытынды лекция. Осы антибиотиктер жайлы толық ақпаратты осы каналдағы басқа видеолардан ала аласыздар. Әсер ету механизмі: бета-лактамды антибиотиктер бактерия жасуша қабырғасының синтезін тежейді, сол арқылы бактерияны өлтіреді, және барлық бета-лактамды антибиотиктер бактерия циттік әсер етеді. Бета-лактамаза ингибиторлары: кейбір бактериялар бета-лактамаза деген ферментті бөледі, және бета-лактамаза ферменті бета-лактамды антибиотиктердегі бета-лактам сақинасын ыдыратады. Ыдырату арқылы антибиотиктердің әсерін тежейді немесе мүлдем тоқтатады. Соны бета-лактамды антибиотиктерді бета-лактамазадан қорғау үшін соған 3 препарат бар: клавулон қышқылы, сульбактам, тазабактам. Осы антибиотиктермен бірге комбинация ретінде беріледі. Және бұл препараттар бета-лактамды антибиотиктердің әсер ету спектрін кеңейтеді және бактерияларға қарсы әсерін күшейтеді. Енді препараттар: бірінші табиғи пенициллиндер. Бұған жататын пенициллин G және пенициллин V. Пенициллин G көк тамырға бұлшықетке енгізіледі, және пенициллин V ауыз арқылы ішке қолданылады. Әсері өте тар, әсер ету спектрі өте тар, және негізінен грам-10 стрептококктарға қарсы қолданылады. Және одан бөлек менингококктарға қарсы әсер етеді, және трипанема паллидиум, бұл бозғыл трипанема, мерезді шақыратын, сифилисті шақыратын инфекция, осыларға қарсы әсер ете алады. Бірақ қазіргі кезде бұл препараттар өте сирек қолданылады, себебі көптеген бактериялар бұл препараттарға қарсы төзімділік, резистенттілік дамытқан. Енді бұл препараттарға резистенттілік қалай дамиды? Бактериялар бета-лактамаза ферментін бөледі, және бета-лактамаза ферменті бета-лактамдық сақиналарды ыдыратады, сол арқылы бұл препараттардың әсерін тежейді. Және пенициллиндерге қарсы бөлінетін бета-лактамаза және пенициллиназа деп аталады. Жаңа мәселелері: жоғары сезімталдық, мысалы аллергиялық реакциялар және гемолитикалық анемия. Келесі аминопенициллиндер. Бұларға жатады амоксициклин, ауыз арқылы қабылданады, және ампициллин көк тамырға бұлшықетке қабылданады. Бұл препараттар кең спектрлі пенициллиндерге жатады. Грам-10 энтерококктарға қарсы әсер етеді, және грам-теріс гемофилия инфлюенза, эшерика коли, ішек таяқшасы, сальмонелла, шигелла қарсы әсер етеді, және грам-10 листерияларға қарсы әсер ете алады. Және резистенттілік даму механизмі дәл табиғи пенициллиндермен бірдей, бета-лактамаза ферменті бета-лактамдық сақиналарды ыдыратады. Жаңа мәселелері: жоғарғы сезімталдық аллергиялық реакциялар және псевдомембранозды колит, бұл кластридия диффисиль деген инфекциямен шақырылады. Келесі стрептококктарға қарсы пенициллиндер: оксациллин, нафциллин, доксациклин және метициллин. Бұл препараттар өте тар спектрлі пенициллиндер. Негізінен бұл препараттар стрептококктарға қарсы әсер етеді, және бұл препараттар табиғи пенициллиндерге стрептококктар резистенттілік дамытқаннан кейін стрептококктарға қарсы ойлап табылған, және грам-10 стрептококктардан бөлек табиғи бұл препараттар алтын түсті стафилококктерға қарсы әсер ете алады. Латынша Staphylococcus aureus. Бірақ алтын түсті стафилококктың өте төзімді резистенті түрі бар. Ол бізде метициллинге төзімді алтын түсті стафилококк. Және берілген препараттар, бұлардың ешқайсысы метициллинге төзімді алтын түсті стафилококкқа қарсы әсер етпейді. Бұлар пенициллиназаға төзімді, бұл берілген препараттар. Бірақ бұл препараттар жаңа айтып өткен метициллинге төзімді алтын түсті стафилококкқа әсер етпейді, себебі бұл стафилококктың транспептидазасы мутацияға ұшыраған, және бұл антибиотиктер осы берілген инфекцияның транспептидазасымен байланыс алмайды. Және бұл берілген инфекция барлық пенициллиндерге төзімді. Жаңа мәселе: жоғары сезімталдық реакциялары және интерстициалды нефрит, негізінен метициллинмен шақырылады. Және пиперациллин, тикарциллин. Бұл препараттар көгерінді таяқшаға қарсы пенициллин түрі, псевдомонаға қарсы. Және әсері кеңейтілген спектрлі пенициллиндер грамм теріс
бациллаларға қарсы әсер етеді және анаэробтарға қарсы әсер етеді. Соның ішінде псевдомоналар. Псевдомоно дегеніміз ол бізде көк іріңді таяқша қазақшасы. Бета-лактамазаға сезімтал. Бета-лактамаза бұл препараттар тоже ыдырталады және жаңа мәселелері жоғарғы сезімталдық реакциялары. Келесі препараттар карбапенемдер. Бұл топқа имипенем, мерапенем, эртапенем, дорипенем жатады. Бұл препараттар грамм 10 коктарға қарсы, грамм теріс бацилларға қарсы әсер етеді. Соның ішінде анаэробтар және соның ішінде бізде псевдомоналарға қарсы әсер етеді. Жаңа көк іріңді таяқшаларға. Және бұл препараттар әсер етпейді. Бұл энтерококкус фейсі немесе метилинге резистентті 6-шы стафилококк. Және эртапенем көк іріңді таяқшаға қарсы әсері жоқ. Бета-лактамазаға сезімталдығы қазіргі кезде артуда. Бұл препараттарға қарсы бета-лактамазаның түрі бізде карбапенемаза деп аталады. Және имипенем бүйрек өзекшелеріндегі инактивациясын болдырмау үшін целостатин деген препаратпен бірге беріледі. Өйткені имипенем деген препарат бүйрекке барған кезде бүйректе ол жаңағы инактивацияға ұшырайды. Және жаңа мәселелері жоғарғы сезімталдық реакциялары және ұстамалар. Келесі топ монобактамдар. Бұл топқа жатады бізде бір препарат астреонам. Бұл препарат өте тар спектрлі препарат. Негізгі спектрі аэробты және грамм теріс бациллаларды қамтиды. Аминогликозидтермен бірге қолданылады. Себебі аминогликозидтермен қолданған кезде синергетикалық әсер етеді. Және пенициллинге аллергиясы бар науқастарға пайдалы. Себебі бұл препарат пенициллиндерге қарағанда аллергияны өте сирек шақырады. Және бұл препараттардың резистенттілігі бета-лактамазаға сезімталдығы өте төмен. Бұл бета-лактамазаға өте төзімді антибиотик. Және бұл антибиотик резервтағы антибиотик. Бұл антибиотикті егер пенициллиндер және цефалоспориндер көмектеспеген жағдайда осы антибиотикті қолданамыз. Және жаңа мәселелері басқа топтармен салыстырған кезде өте сирек кездеседі. Осымен аяқталды. Назарларыңызға рахмет.